Ассалаумағалейкум, қадірлі ел ағалары, қадірлі бүгінгі ынталы топ өкілдері. Бүгін біздің ортамызда Берік Әбдіғалиұлы ағамыз, мәжіліс депутаты Аманжол Әлтаев, және осы ынталы топ, белсенді топ өкілдері Айдаболт Мейрам ағамыз, Сейткенов Батыр ағамыз, Жаулыбаев Ерлан, Жаулыбаев Еркебұлан, Әмірғазин Амандық, Түбекбаев Жомарт ағамыз, Айсағалиев Жасұлан, Қасымов Батырхан, Ербол Байбосын келіп отыр. Негізгенді басты бүгінгі біздің осындай әңгімемізге арқау болған Ұлытау ауданының әкімі Сәбетхан Медеубаев ағамыздың сізге жолдаған хаты болды. Бұл әлеуметтік желіде резонанс алып, кішкене бір Торғай өңірінің халқы арасында және үлкен Ұлытау болашақ облысының халқының арасында кішкене түсініспестік тудырып жатты. Сондықтан біз кішкене әңгіменің басын ашып алайық, сосын әлеуметтік желі арқылы халыққа дұрыс жауабын берейік деп шештік. Биылғы жылы мынау ЮНЕСКО-да аталып өткелі отырған бүкіл әлем түркі халқы тойлап жатқан Ахметтің 150 жылдығында сол облыс ашылып қала ма деген күтіп отқанбыз, президент айтады ғой деп. Ол жолдауда айтылмай қалды. Даже ең құрғанда жолдауда соның айтылмау, ашылмау себебін ең құрғанда айтып, жарайды түсінеміз, жаңағы халық аз, экономикасы слабылау, бірақ түбі өңірге көңіл бөлінеді. Осындай жаңағындай халықтың көбеюіне, экономикасын дұрыстап алғаннан кейін бір 3-4 жылда осы облыс ашылуы мүмкін деген болғанда біз өзі Торғай халқы жаңағы ақкөңіл, біз дархан халықпыз ғой, соның өзі бізге көп демеу болар еді. Бұл қалай деп осы ел, жаңағы ел жақтағы елдірлікті, осы жақтағы азаматтар не істеді. Әрине біз қуанамыз Ұлытаудың, қасиетті Ұлытаудың облыс болғаны, Абайдың елдің облыс болғаны. Бірақ солармен қатар Торғай елде сондай болу керек еді. Президентке 4 хат кетті. 1,5-мыңнан 2,000 адамға дейін қол қойған. Жаңағы Қостанайдың қаласында тұратын азаматтар. Амангелді Жангелдінікі бөлек, Арқалық бөлек, Астанадағылар бөлек. 4 хат кетті, 4 хат жаздық содан бері. 4 хаттың біреуіне де ешқандай жауап болған жоқ. Президенттің атына, жаңағы премьердің атына жазылды. Енді мына Торғай облысын ашу жөнінде облысқа бізге енді жарайды, не істемейді, бізге жағдай жаса. Біз елімізді өзіміз көтереміз. Бізге только мына батыс орталық жолын салып беруге, газ тартуға, соған жағдай жасаса, сосын жаңағы басқа нәрсе істесе, мынау Батыр Сейткенов айтты. Мен Торғайдың өз басына, егер жаңа Ақтөбе кеп, осыған не жасайтын болса, міне инвестиция 2 миллиард долларға дейін құятын инвестиция құятын тауып бере аламын. Мына арадағы Абу-Даби плаза, Шымкенттің дуадағының есебінен салынып жатыр. Арабтар инвестиция. Сол арабтың королін танимын, мен әкелуге дайынмын. Только мынандай жаса. Мына Мейрам досымыз, мына жастар бәрі айтты. Бізге жаңағы жол салынса, басқалар болатын болса, біз солардан өндіріс ашуға, Торғайдан, малы шаруашылығын өсіруге, егін несін өсіруге, басқаларын істеуге, елді апаруға біз дайынбыз. Жаңа облыс басшысы Ахмет Бекжанұлы бәрін айтылған ұсыныстардың бәрін ол кісі жоқ, болмайды. Бір кезде жаңағы алқымнан ала бастаған кезде состав деп сөйлеп кетті, ана қағазда кештетті. Сол кезде қағазды алды, сосын айтты, мінекей, мына орда деді, сен шулай беретін болсаңдар, мына Берік Әбдіғалиұлының жаңағы кімге жазған, ұлттық экономика министріне жазған хаты тұр, Ұлытау ауданының адамдарын жіберген. Мынау Амангелді Жангелді Арқалықты Ұлытау облысына қосу туралы ұсынысты менен сұрап отыр деді. Қазір не болатын болса, соған пожалуйста, недоволен болсаңдар, соған барыңдар деген. Біз ана орда сылқ ете қалдық. Біздің беке шын айтайық, біздің жал жүрегімізден жаңағы қанжасы болғандай болды. Хатты қарасақ, енді сіздің перенаправить еткен неңіз тұр, жаңағы басқалар тұр. Сол кезде біз өте не болғанымызды білмей кеттік. Бұл қалай дегендей. Соңын бізді Торғайда жаңағы ешқандай түк жоқ, адам жоқ, батырларынан басқа шыққан басқаларынан не жоқ. Сендердің құмынан басқа көздеріне құм құрған неден басқа жоқ деген Қонысбайдың бір қалжың әңгімесін айтып, бізді мазақтап кеткендей болды. Намысымызға тиді мысалы. Содан кейін мен сол күні түніме ұйықтай алмадым беке. Түніме ұйықтай алмадым. Таңертең отырып сол жаңағы осы жүректегі кішіл бар, не бар,
енді қаттырақ та жіберген шығар, мен кешірім өтінемін, эмоцияға беріліп. Жаңағы пост жазып жүргенім рас. Пост жазып жібердім енді. Мен бір енді Бекең біледі. Енді Ұлытау облысына, Ұлытаудың қандай қасиетті екенін білеміз. Торғайдың тектілігі сондай. Не қылатынын өзіңіз білесіз. Жарайды, қосылған күнде де, бүгінгі күні біз дайынбыз қосылған күні. Не қылған емес. Мысалы, ойлаңызшы, анау Ақкөлде, анау Ақшығанақта тұратын Торғайдың ең шеткі ауылданы. Мысалы, Торғайдан 120 шақырым жер. Егер ауырып сырқап қалса, оны Қостанай қарамайды. Сол ауырған адам Жезқазғанға облыстың больницасына бар дейді. Облыстың больницасына қалай барады? Өзіңіз білесіз, Жезқазған мен Ұлытау мен Арқалықтың арасында дұрыс жол жоқ. Қысты күн, жазды күн жолмайды. Менің апам Дәден деген білет жас Терісаққанда сельсоветтің хатшысы болып істеген. Сол мен сұрадым, 20 декабрьден бері Ұлытау мен Екібастұзда қыстай жол болған жоқ, шанамен қатынадық кетті жаңағы. Биыл қыста. Ал енді Терісаққанға жол аша бермейтін Ұлытаудың әкімі ертең ана Торғайға қалай жол ашиды? Торғайға жасайды. 120 шақырым тұрған Ақшығанақтың, Ақкөлдің адамы ертең Жезқазғанның больницасына ауырған қалай барады? Баратын бірақ жолы бар. Торғайға келіп қонады, Арқалыққа келіп қонады, пойызға мінеді. Жаңағы 700 шақырым жердегі Астана келеді. Астанадан 250 Қарағандыға барады. Қарағандыдан жаңа Жезқазған келеді. 1680 шақырым жер екен. Сіздің Ақтоғайыңыз бен жаңағы шет аудандар 400-500 шақырым жерде. Балқаш асфальтталған. Жезқазғанға қосылмай жатқанда 2000 шақырым жердегі Торғайдың адамы қалай қосылады? Мен кеше азаматтарға да айттым. Жарайды, десек, Ұлытау мен Торғай қосылсын. Бірақ Ұлытау облысының орталығы Арқалық қаласы болсын. Онда Ұлытаудың, Жезқазғанның бәрі шу өте қалды. Ол қалай деп? Сонда Жезқазғанға біз қалай барамыз Торғайдың жұрты? Мен сразу бір нәрсені ашып алайын. Күн тәртібінде ондай мәселе жоқ. Оны үкіметте қарастырып жатқан жоқ, тіпті президент әкімшілігінде жоқ жаңағы мәселені. Бұл қазір мен аудан әкімінің телефонымен қоссамыз, мен бір нәрсемен келсем, жаңа айтқандай, шын мәнінде мен ол хатты өзіне қайтарып жүргім керек, жаңа өзіңіз айтқандай. Өйткені бізге екі хат келді ол кісіден. Бірі Теңіз ауданына байланысты, Нұр ауданының құрамындағы. Екінші осы. Сосын мен оның алдында тәртіп бізде солайда, егерде келді ме, біз оны біздің құзырымызда жоқ, оны кім қарады, соған жіберуіміз керек. Енді канцелярия білесіз ғой, заң мемлекеттік қызметте. Солай алдында бұрып жібердім. Бірақ оған дейін де талқылаған жоқ, одан кейін де талқылаған жоқ. Үкіметте де, оны мен өзім комиссиядан да әйтпесе олар сұрайтын еді, өйткені президенттің сөзінде айтты, бұрынғы Жезқазған облысының аймағында дискуссия жүріп жатты. Жезқазған жартысы облысы Балқаш, Шет, Ақтоғай кіремі, Ұлытау облысы кірмейді ме? Сол ғана дискуссия болып жатты. Басқа ешқандай пікір талас болған жоқ. Бірақ бұл хатты мен оны мен оны ұмытып та кеттім. Мен кеше өздеріңіз оқып, жігіттер айтқасынан бірақ есіме түсіп, аудан әкіміне не үшін жазыңдар соны маған деп. Содан кейін мені сол кезде ғана сөйлестім. Оны қазір өзіне қосайық, өз пікірін, өзін айтсын. Әйтпесе мен былтыр Торғайға барған кезде келісіп еттік қой, бұны Арқалық Торғай өңірін көтеруге. Депутаттың қолынан мен айттым, ол келмейді мүмкіншілік. Біз арнайы ол жақта мәжілісте бізде экономикалық саясат және аймақтық экономика және аймақтық саясат деген комитет бар. Төрағасы Рау Альберт Павлович. Сол кісіге айттым мен. Сол былтыр өзіңізге уәде бергеннен кейін айттым, апарайық сол жаққа үкіметтің мүшелерін. Ол кісі қарастырайық, көрейік деп айтты. Я деген жоқ, жоқ деген жоқ. Сосын осы жолы мен барған кезде қыста бардық осы, қайтардан мен арнайы бардым. Ұлытауды Жезқазғанды аралап, сосын арнайы. Қалаң өте тозып кеткен, енді ана жерде өзім көрдім. Енді бұрынғыдан да нашар. Өйткені ТБРУ жабылды, налог жоқ. Мұны Әмірхан әріптесіміз шырылдап жүр. Шоқан Уәлиханов нөмір 1 Арқалықтың мектебінің төбесі құлап жатыр бұлай. Спорт залы құлап, масқара, қашан болды ондай? Қиын заманда ондай болған жоқ Шоқан Уәлихан мектебінде. Жаңағы мынау ДК Горняк енді обал, енді үстіп тұра берсе, 3-ші рет поездер жасап жатыр. Қазір миллиардқа жетті. Басқа мектептер, бұрын енді біз дегенде ондай мүмкін жоқ. Қазір президент айтты ғой, 1000 мектеп соғыңдар деп.
біз анау ең мықты біздің гимназиямыз, өзің білесіздер, политпросвещение зданиясында. Сол кезде де біз білдік, бірақ ол кезде қаражат сұрауда бізге рұқсат берген жоқ. Бұл жолы президент 1000 мектеп деді ғой, енді біреуін арқалыққа бұру керек. Соны мен арнайы келгесін депутатский запрос жасап, бізде білесіздер, партиялық дисциплина деген бар. Енді келіп жатыр. Бізде бірінші депутаттық сұраныс жасау үшін партиямен ақылдасу керек. Рұқсат сұрау керек. Басшылармен, үкімет жай айта салып, бүйтіндер, сөйтіндер, егер ол партияның саясын келіспесе, өткен фракция ғой бізде. Сосын осы жолы мен оны дайындап, партиямен келісіп, үкіметке барып, үкіметтің басшысының орынбасары Тоғжанов Ералы, ол кісі жаңа қолдап, біздің енді төраға мәжілістің Қошанов Ерлан Жақанұлы қолдап, бәрін қолдауын алдында, сосын мен жарияладым оны. Ең бастысы Арқалықтың және Торғай өңірінің кешенді жоспар. Өйткені облысты шын мәнінде облысты қазір ашу үшін ең бастысы осылай қаржыны құяйық. Мен жобалап, енді ертең жұмыс тобысы мамыр айында Арқалыққа барады арнайы. 4 бағытта негізгі. Ол өндіріс, оны Альберт Павлович өзі басқарады. Ауыл шаруашылық оны комитеттен алады, және жол мәселесі, және әлеуметтік өзім жүргізем. Осы негізгі 4 бағыт бойынша сол жерде үлкен отырыс болады, және үкімет өкілдері болады. Вице-министрлер, комитет төрағалары. Сол жерде нақты жаңа жолға барды. Әсіресе мен енді негізгі мәселе көтерген Державинск пен шекараға дейінгі жол, және Ұлытау мен Арқалықтың жолы. Сосын енді батыс орталық Қазақстан, ол енді қазір айтылғанымен, ол бәрі қаражаты жоқ, білесіздер. Сондықтан өткенде мен Торғайға барғанда сұрағам жігіттен, хотя бы анау Торғай мен Ырғызды кәдімгі жолысын қосайық, сөз қанша болады, бастай берейік. Енді егер өздеріңіз жақсы білесіздер, маған енді сол жерде кісілер айтқан 70 шақырымда грейдер жоқ деді. Қалғандарына грейдер ауылдарға келіп тұр екі жақтан. Соны баланс қалып Қазавтожол. Соны грейдерін жасап, соны Торғайдан арғары Ырғызға асфальтын, оған көп қаражат кетпейді. Батыс және орталық деген жолдан қарағанда, оған өте көп қой, енді автобан, ол өте миллиардтаған қазіргі ахуал, оны үкімет, мына Қызылорда мен Жезқазғанның өзіне үкімет қаражат бөлген жоқ қой, білесіздер. Оны шетелден инвестиция, кредит алып жатыр банктен. Биыл басталады. Оны Азиатский банк па, Европейский банк, бір банк развития екі жолға қаражат берді кредит үкіметке. Соны міне биыл бастайды. Біз енді Қызылорда, Жезқазған, Ұлытау, Арқалықты қосуға трасса. Сонда мына бүкіл поток азық түлік бәрі осы Арқалық арқылы жүреді. Жезқазған, Ұлытау, Арқалықтың солтүстікке қарай. Бұрынғы президенттің нұрлы жол бағдарламасына кірген батыс орталық жолы. Ол енді стратегиялық жол. Ол жол болатын болса, мысалы, қараңыз, Арқалық пен Астананың арасы 350 шақырымға жақындайды. Мынау айтып олайын. Ақтөбе, мысалы, анау Ақтөбе, Атырауыңыз түгел Астанаға төтесінен келеді. Бұл жолды. Оның сыртында жаңа Европа бүкіл жүктер осыған келеді. Ол жолдың окупаемости өте жоғары, чем басқа қарағанда. Бұл жолдың проектный сметінің документациясы түгел жасалынған. Стоимость шыққан 5,5 миллиард доллар. Азиатский банк жаңағы бұны финансирование жасауға дайын болған. Бұл 2021 жылда басталу керек. 2020 жылда басталу керек тұғын. Бірақ каким-то образом АЗБК деген киік қорғаушылар бұл киіктің өсуіне, жаңағы өніп өркендеуіне шәркес жасайтып, солар каким-то образом лабиринт етті. Соған бола киіктің тағдыры деп, ол киікті білеміз. Мынау Жезқазған Саксаул темір жол салынды ғой, бұл киіктің ортасынан өтті. Арқалық Шұбаркөл темір жол салды, өзіңіз болдыңыз сол жолда. Киіктің проходтары жасалды, проход дикий животных деген бар. Басқалар бар, ол киікке ешқандай не жоқ, ол құр сылтау. Мысалы, соған сылтаулап, соған байланысты бұл жол тоқтады. Тоқтатып қойды. Проект жасалып, жаңа ол кеше Архимед айтады, ойбай кредит ала кредит. Бүкіл жол кредитке салынды. Ешкімде Қазақстан ақша алып отқан жоқ. Жаңағы Международный банк, жаңағы Азиатский банктар, мына банк түгел финансированиеға бәрі дайын болған. Өйткені бұның окупаемости бәрі күшті. Сосын бұл жолдың бойында Ырғыздан жаңағы газ тартылу керек тұғын, обслуживающий. Астанаға мына любой, өзіңіз білесіз, жаңағы стратегический объектіге резервный запасной несі тартылады.
Астанаға мынау Қарағанды арқылы Қызылордадан жаңағы Жезқазған арқылы газ келді. Бұл газға егер авария болып қалса, бірдеңе болып қалса, екінші резервный линия деген болу керек. Резервный линия осы Ырғыздан келу керек тұғын. Ол Архимедов, оның насы несі диаметр ашқандай, ана мынау дейді, ол ондай әңгіме керек жоқ. Газды бәріміз тарттық қой, ол диаметр не влияет. Олар жолға жаңағы газоперекачивающий ГПЗ станцияларын қояды. Бірнеше газ тартылса, жол тартылса, бізге облысында керек жоқ, басқаңда керек жоқ. Біз аны бекіткен кезде 25 жылға дейін орталық батыс дәлізі, даже менде бар, даже слайды тұр, 1273 километр 21-23 жылға дейін, 2 жолақты жол, 18 мың жұмыс орны деген, 51 ауылды қамтиды, 5 қаланы деп кәдімгідей осылай жазған. Соңғы сайлау кезіндегі программада. Иә, 25 жылға, иә. Сол енді қазір бізде сайлауалды бағдарлама қайта өзгеріп жатыр. Бізде сайлауалды бағдарлама деген үкіметпен келіскен дүние ғой. Олар ана қаржысын жоспарлау енді қайта қарап жатыр. Қайта қарап жатыр сайлау бағдарламаны кейбір дүниелерді. Сонда жаңағы именно біздің торғай мен ырғыздың жолы, Жертемирск пен Арқалықтың екі ортасы. Мынау неде картасымен тұр міне. Мына жерде бар менде. Охотзоопром деген организация бар, РГП. Алматыда отыр. Бірақ жұмыс істейтін Қазақстан бойынша жұмыс істейді. Соны бүгін көшіріп болады ғой. Мен кезінде Арқалыққа көшіріп болады. Мен кезінде кім министр болғанда Шукеев. Сол кісіге айттым. Ол айтты, жақсы идея деді, давай көрейік деді. Бірақ содан кейін басқа жаққа жұмысқа кетіп қалды да, сол қалып қойды. Енді осыны қайтадан көтеріп, соны РГП, резерв РГП охотзоопромды жүріп көшірсе, онда мың адамдай ертең жұмыс табылады. Инвестиция кіреді. Инвестиция кіреді. Содан кейін оның екінші жағы, оны қазақшам жетпейді, орысша айтқанда надо апгрейд сделать. То есть надо вакцинирование общество перерегистрировать. Өте жақсы жоба. Өйткені мен Ұлытауда істеп жүргенде біздің жігіттер соған қызмет істейді, егерлер болып. Ана бір азаматымыз қаза болды, білесіздер ана Арқалық жақта. Ол сол Ұлытаудың азаматы. Сол сияқты олар бригада бәрі жүреді. Сондықтан өйткені Ақтөбе жақтан олар, Ақтөбе бәрін сол жердің киіктерге байланысты. Киікке охота ашылады 23 жылы. Бірақ әлі біздің мемлекет оған дайын емес. Программасы жоқ, ештеңесі жоқ. Соны қазір ана Минэкология дайындап жатқаны, соны қайтадан сол охотзоопромға берейін деп отыр. Охотзоопром істей алмайды. Неге дейсіз? Оған не керек? Менеджмент, строительство не керек, переработка керек. Оны охотзоопром госпредприятие бар. Госпредприятие білесіздер, это не очень хороший менеджер. Оны қазір үлкен проблема. Енді келесі жылы киік ашылса, уже бітеді 23 жылда. Оны дұрыстап, пайдалануға халыққа беру керек. Через бизнесмены, через предприниматели. Сол кезде предприниматели сами построят. И переработку рогов будет заниматься, и переработкой шкуры будут заниматься, и переработкой мяса будет заниматься. Это должен заниматься бизнес, а не госпредприятие. Госпредприятие, как обычно, охотзоопром возьмет миллиарды денег и тихо, мирно похоронит их, в убыток уйдут и все. Оны бизнеске беру керек. Соны бүгін уже мен брикешке кіргенде айттым, бүгін уже жағдайын жасау керек. Надо разрабатывать правила, как использовать его. Білесіңдер, кезінде Францияға экспорт жасадық па? Киіктің етін. Бір киікке $10,000 төлейді деп отыр. Мен мысалы рогачка. Онса әкеткенде етін әкетпейді, тек қана мүйізін ғана әкетеді, терісімен. басынан кетеді. Басын терісін әкетеді, мүйізін әкетеді. Ол трофейный охота дейді. Бізге Алла тағала не берді? Бізге теңіз берген жоқ. Бізге орман дала берген жоқ. Жезқазған мен Торғайға. Бізге Сарыарқаның даласын берді. Ол жерде толып жүрген құсы бар, аңы бар, киігі бар, бәрі. Біздің адам неге рақатын көрмейді? Европа келіп, ойбай, мынау международный едіп, қоршап тастаған резерват, өздері келіп жүр, немістер, Азбеке деген Франкфуртский университет, зоологический. Тексереді, не қылдырады, десе жоқ, не соларын қоршап тастаған, ата бабасының басына қабіріне бере алмайды бүгінгі күні. Қабіріне бере алмайды. Бұрынғы бүкіл мыңғырған мал өскен жер, бүкіл тосын құм, айырқұм бәрі десеген, бүгін халық соған бара алмай отыр. Несе алмай отыр. Біз киікті пайдаланып, киік деген бізге Алла тағаланың берген несібесі. Біз соны қорғап, содан атып, адамдарға көрсетіп, фотоға түсіру арқылы, басқа арқылы біз пайда табуымыз керек қой. Ана Африка
жер абатқызып пайда көріп не істеп жатыр. Біз неге не істеп жатырмыз? Біз бюджеттен ақша шығарып қорғаймыз, не қылдырамыз, оны гептил салып өлтіріп тастаймыз. Ол не істедіңіз, бітті. Бір қошаласадыңыз секілді. Ал егер жарайды, Торғай мен жаңа Ұлытаудың адамдары, анау Ақтөбенің нелері жерлерін алып қойды, Алтау жерін. Европа онда солардан шыққан адамдардың бәріне компенсация төлесін ай сайын. Жаңа ай сайын соларға тұрған адамдарға. Киікті не сегіз кесе. Не басқа байламайды, біз өзіміздің, біз Европаға тәуелдіміз жаңағы. Біздің Алланың берген сыйы ғой, біздің Алланың берген аң, құс. Міне бүгін Батыр айтып отыр, соларға келетін болса, мынау Абу Даби плазаны 2 миллиардқа салған. Шымкенттің анау дуадағын атқаны үшін арабтар салып беріп жатыр. Катардың патшасымен кездескен Дохада. Екеуміз жекпе-жек әңгімелесіп отырғанда соны айтқан мәселесі менің арманым бар дейді, мақсатым бар дейді. Қазақстанда осындай ашық мекемесін алсам дейді. Сонда мен екеуміз сөз отырғанда айтты. Міне Қызылордаға жіберсеңдер, Қызылордадан сендерге аэропорт салып беремін. Пассажирский грузовой терминалдан қосып. Мешіт салып беремін и аурухана салып беремін. Қызылордадан. Оны бәрін десе, оны Арқалыққа апару керек, и Арқалықты сол арқылы асыруға болады. Осында. Ол үлкен бизнес. Ол жерде Кувейт та бар, Бахрейн да бар, Саудиттер бар. Бәрі олардың нелер ғой, альтанилар ғой, бәрі патшалары, бір-бірімен туысқан. Бір-бірімен ағайынды. Ашықтың арқасында бүкіл әлемді аралап келдім. Америкада болдым, Африкада да болдым, Европада болдым. Сонда сол мемлекеттерде өкімет бір тиын бермейді неге? Охотничий отырысыға. Наоборот, охотничий отырысы пайда келеді. Тек қана бізде ғана Қазақстанда біздің Минэкология өкіметтен ақша алып отыр, миллиардтан. Бүгін осы охотничий отырысты дұрыстап көтерсе, дұрыс заң жазса, онда өз-өзін көтеріп, осы жаққа инвестиция келеді. Менде Америкада практически бәр конвенцияға барам, научный конвенцияларға, по сохранению и использованию животного мира. Животный мир деген, ош айтқанда, это возобновляемый ресурс. Оны дұрыс пайдалансаңыз, он возобновляемый ресурс. Это не нефть, не газ, не ископаемый. Ол өз-өзін, ол мәңгілік ресурс та. Сосын дұрыс пайдалану керек. Инвесторлар толып отыр. Қазір мен 3-4 жыл болды, бір программаны жасадым. Америкадан осы біздің арқарды сақтау үшін Америкада аңшылар келгісі отыр. $100,000 бір арқардың басына төлеп отыр. Бүгін міне Министерство экологии вообще дұрыс жұмыс істемейді. Дұрыс жұмыс істемейді. Оның бәрін заңдарын өзгерту керек. Бізде проблема көп. Аренда оружия жоқ. Ана ол жақтан кісілер келеді да, мылтық әкелу үшін қанша қаражат кетеді. Бізге аренда оружия керек. Бүгін бұл қызық та. Бір-біріне біз мылтықты бере береміз. Заңсыз заңмен беруге болмайды. Хотя, де юре нельзя, де факто происходит. Оны арендадан ашу керек. Тағы көп мәселелер көп. Бұл ашық деген огромный ресурс. Именно біздің Қазақстанда. Потому что у нас малочисленность. Бізде 276 миллион гектар охота өтеді. Соның жартысы, 45% бөлінбеген, жай жатыр. Соған инвестордан бәрін тартып, олар келеді. Арабтар да келеді, немістер де келеді, бәрі келеді. Біздің табиғатқа қызғанады олар. Біздің елік бар, ақбөкенің бар, доңызың бар, қасқырың бар, қаз бар. Соның бәріне қызғанады. Осы айтатын. Мына мәселені шешіп аяқшы, өйткені бір кедергі болып тұр арамызда. Сәке, мына жерде қазір мен громкий связь қосам, Торғайдың азаматтары кешен хатқа байланысты сұрақ туындап тұрды, неге жазылды. Бұлай енді түсіністік бар, дегенмен де сіздің жазған себеп, соны бір қысқаша таныстырып жүрсеңіз. Рұқсат қой, мен громкий связьға қосам. Құрметті ағайын, ассалаумалейкум. Мына Ұлытауданнан хабарласып тұрмыз. Бізде ешқандай жаман ой болған жоқ. Кезінде өзі сол ақсақалдар осы Ұлытау облыстың шекарасы бекімей жатқан уақытта, сосын жаңағыдай
жан жақтан ұсыныстар келіп түсті. Сосын біз сол ұсынысты алдық та Бекеңе Берік Әбдіғалиұлына ғана жібердік. Басқа ешқандай ойымыз жоқ. Одан кейін жаңағы облыстық мәслихат шекараны бекітті. Одан кейін бұл әңгіме сол орында қалды. Басқа ешқандай не жоқ, артық әңгіме сөз ондай ойымыз жоқ. Инициатива қайдан түсті? Инициатива қаяқты естіліп жатыр ма сізге? Иә, инициатива түскен сол мына Ұлытау ауданының азаматтарынан, ақсақалдардан сол жердегі. Олар торғайда тұрған ба екен бұрын? Әйтпесе кіммен ақылдасқан? Қалай болады ол ақсақалдармен? Жоқ, енді ол ешқандай ой жақта тұрмайды, просто өздері ойлары ғой жаңағы сол. Жаңағы экономикалық жағдайда мысалы тиімді болады ма деп ешқандай артық ой жоқ, просто сол ұсыныс қана болды. Неше адам екен? Неше адам? Хотя бы неше адам? Анау Жәке, кімдер дейді, нақты кімдер? Неше адам? Санайды? 20 шақты адам сол жаңағы Ұлытаудың басында. Кім аты кім? Енді бәрі Торғай, Ұлытау араласып жатқан еліміз ғой. Мен шын айтайын, кешеден бері мен Жезқазған облысының мәслихатының депутатымын. Ұлытаудың біраз азаматтармен сөйлестім. Ондай әңгіме бізде тумайды деп отыр. Ол жаңағы сізді ондай уровеньге шығатын азамат емес. Ондайға бармайды. Ол Торғайды білмейтін азамат деп Ұлытау ауданының әкімі. Жоқ, енді ондай болғаннан кейін ғана жаздық қой, бірақ одан кейін әуелі шекарасы бекітілмей тұрған уақытта сол ұсыныс болды, басқа не жоқ. Біз сол Берік Әбдіғалиұлына ғана жібердік, басқа әрі қарай ақылдасып кетсін деген ешқандай не жоқ, басқа ой жоқ. Хат кімге жолданған сонда? Адресат кім? Хатты мен атыма жібердім. Әкімшіліктен жазып, сол жерден әкімшілікте алып келгеннен қол қойып жібердік біз, и все. Жоқ, тек қана депутатқа жолданған ба ол? Әлде үкімет? Депутатқа. Тек қана депутатқа Берік Әбдіғалиұлына ғана жолдадық хат. Басқа ешкімге жіберген жоқ. Жоқ, сіздің хатыңыз бүгін Қостанай облысының әкімінің қолында жүр. Біз ол жаққа жаздық. Біз ол жаққа жіберген жоқпыз. Біз Берік Әбдіғалиұлына маған келген хатты айттым ғой, біз министрлікке жібердік. На рассмотрение деп. Солар жіберген ғой олар. Жаңа айттым ғой басында. Біз Бекеңе ғана жібердік, ол басқа ешкім жіберген жоқ. Аты-жөнін айтыңызшы, кім? Иванов, Марқынбаев, Тұрқынбаев, білейік та жеке персонально сөйлесек. Жетекшісі кім топты? Енді ана Оспанов Бақсұт деген азамат бар, сол жаңағы Ұлытауда көп жыл жаңағы мемлекеттік қызмет істеген. Сол кісілер алып келген еді. Мен қазір басқасында кім по фамилия айта алмаймын. Ол енді бір иә, ол қазір бір енді оны не істеп бір қылмыс жасаған жоқ қой. Мен аудан әкімі өзі жауап беріп тұр. Енді қазір оны шулатып ары қарай. Елдің арасында уже әңгіме болып жатыр. Елдің арасы бұзылып жатыр. Бұл бәрінен бұрын. Естіп жатқан жоқ. Сондықтан біздің жақта тоқтады. Біз ана облыстық мәслихаттың шешімі шыққаннан кейін жаңағы шекараны белгілегеннен кейін басқа артық әңгіме болған жоқ. Біз төмен тоқтадық ешқандай ары қарай. Сіз жаңағы Ұлытау ауданы әкімі, сіз бүгінгі сол жазған хатыңыз енді бәрі болмайды не себебі сол сіз қайтадан отозвать етіп аласыз ба? Отозвать етіп аламыз. Жоқ, бірінші сұрақ. Сол хатты қысқаша ғана түсініктеме беріңізші. Не деп сұрадыңыз, кімге жаздыңыз, не деп жаздыңыз, не? Енді жаңағы тағы да айтамын, Берік Әбдіғалиұлына ғана жаздық біз. Жоқ, не деп жазылған? Біз хат... Енді сол ақсақалдар ұсынды, если жаңағы сол жаңағы Ұлытау облыстың жаңағы шекарасы аз болып жатса, сол жаңағы мына экономиканы көтеру үшін Торғай, сол бір-екі ауданды қосса деген әңгіме ғана бар ол жерде, басқа ештеңе жоқ. Қателесу, ауыл шаруашылығын дамыту деп бір нәрсе. Солай ғой, ауыл шаруашылығын дамыту үшін сол жаңағы шектесіп жатқан ауыл. Сіз Торғай азаматтарымен біреуін таныстыңыз ба, осы туралы сөйлестіңіз ба сіз? Торғайлықтармен сіз сөйлестіңіз ба, осы тема жөнінде көтеріп әңгіме болды ма? Ешкіммен ешқандай сөйлескен жоқпыз, ешкіммен сөйлескен. Сіз қалай ойлайсыз, Торғай облысының жігіттері, Торғайдың жігіттері Ұлытау ауданы қосып алам деп сіздіңізден әңгіме туғызса, сіз қалай қарадыңыз? Енді бұл жай просто ұсыныс қой, жай басқа ешқандай шешім қабылдап жатқан жоқ. Просто біз депутатқа, мәжілістің депутатына ғана жіберген ғана ұсыныс, басқа ешқандай не жоқ. Қазір одан самайын дудықтырмай, шатастырмай, міне түсіндірді ғой, бас тарту керек па, оны да жазып береді. Жаңағы хат отозвать еді. Бірақ жаңағында алып не істеу, ол жаңағында бұл жақсылыққа келмей қайтардан у-шу болып, ол міне қазір осымен у-шу жапқан дұрыс. Өйткені айтам, ол хат ешқайда бұлар ешқайда жіберген жоқ, тек маған ғана жіберген. Ел алдында азаматтар мынандай осындай оқиға орын алған екен. Бұған жол бермейміз. Ана азаматты алып кетсін. Сізге түскен кезде хатты алып бетіне лақтыруыңыз керек. Азамат-ау, мен сол қос елдің азаматымын ғой, мен де сол елдің азаматымын. Бұл қалай деген сияқты.
Сондықтан бұл позицияңыз дұрыс емес. Сіз тура айтыңыз, бүгіннен бастап әділін айтыңыз. Егер сенбей отырсың ғой. Жоқ, мен сенбеймін деп отырған жоқпын. Просто мынандай кішкене біздің елдің арасында сізді Ақберік деп, сіздің атыңызды құрметтеп жүрміз. Ертең елдің арасында тоқпақ бола алмай қаламыз сөздеріне. Мен ол өкіметке керек болса өзімде шыға аламын. Оны анау әкім не айтып, не істеп, оны керек болса қол жинап бір нәрсе, ондай мәселе мүлде айналысқан жоқ. Торғайдың тағдыры қазақтың тағдыры. Торғайдың рухын көтеру арқылы, торғайдың еңсесін көтеру арқылы біз жалпы жаңағы ұлттық еңсемізді көтеруге үлкен соған негіз болады деп ойлаймын. Бүгінгі күнде мынау ел сүйіншілеп, анау Шыңғыстаудың етегіндегі ел Абай облысы ашылып жатқан кезде, мына Ұлытау етегіндегі жаңағы Ұлытау облысы ашылып жатқан кезде, осы көптен күтіп келген, тосып келе жатқан үміті жаңағы сүйіншілеп бүгін жарияланып жатпағаннан кейін әрине сіздердің жан айқайларыңызда үлкен ақиқат бар, үлкен шындық бар. Бұл мен ойлаймын, Торғай өңірінің тағдыры үшін тек қана Торғай азаматтары ғана емес, қазаққа жан ашитын, ұлтқа жан ашитын, мемлекеттің болашағына бейжай қарамайтын әрбір қазақтың баласы бұған атсалысу керек. Әрбір іс басындағы, атқа мінген, жаңағы билік басындағы отырған мықты деген азаматтар осыған өзінің үнін қосу керек, қабілетін қосу керек деп ойлаймын. Жаңа сіздер айтқандағыдай, ең біріншіден Торғай өңірін көтеру үшін кешенді бағдарлама жасалып, сол нәтижелі түрде іске асу керек деп ойлаймын. Оның ең басында, бісмілласында әрине логистика, жол мәселесінен басталу керек. Менің ұғымымда. Өйткені жол мәселесі дұрысталмай, қалған мәселелер соған тікелей байланысты. Жаңағы немен мынау батыс Қытай орталық жаңағы жол дәлізі бар. Сіздер айтқан жаңағы Жезқазған менен Арқалықтың арасындағы жол осы Торғайдың төрт құбыласындағы кәдімгі адам организміндегі күре тамырлар секілді сол ертеңгі мына экономикасының осы гүретіп көтерілуіне себепкер болатын негізгі жолдардың барлығы салыну керек деп ойлаймын. Енді жасыратын жоқ, өткенде ана бюджетті бекіткен кезде осы ана Ақаңның басын жөндеу, сол өңірдегі ең маңызды мәселелердің барлығының ПСД-сының дайын болмауы ол өңір басшыларының тікелей қателігі ғой. Әйтпесе Ақаңның 150 жылдығы болады дегені ол бір апта, бір айдың ішінде ғана көтерілген нәрсе емес қой. Былтыр болды, сол былтырдан бастап әгі шабан үйрек бұрын қимылдайды демекші, содан бастап сол ПСД-сы дайындалып, сол өңірлердің бәрінің негізгі ақша салатын, бюджетте бекіттіріп алатын мәселелердің барлығын алдын ала дайындау керек еді. Ал енді бүгін ғана келіп, сіздердің кеше орталарыңызға келіп, анау да жоқ, мынау да жоқ деп кәдімгі құралақан кеткені ол енді облыс әкімінің бір шеберлігі, мықтылығы емес деп ойлаймын. Сондықтан құрметті азаматтар, біз тілектеспіз. Бекең екеуміз, тек Бекең екеуміз ғана емес, ол парламентте тағы да осы Торғайға жанашырлықпен қарайтын депутаттарды қатарымызға қосып, бірге осы Торғайдың дамуы үшін, өркендеуі үшін осы белімізді бекем буатынымызға мен сіздерге осы сендіргім келеді. Шындықтарыңыз айтып отқандарыңызға рахмет. Енді мынау жұмыс тобы деп отырсыз ғой, Мереға. Міне жұмыс тобына біздің облыстың әкімшілігінен көңіл бөлінбейтіні рас. Ол кейінде бөлінбейді, оған біз көңіліміз толмайды деп жатқанда рас. Сондықтан жұмыс тобынан арнайы осы ағаларымыз қосуымыз беріп, Батыр ағамызды, Мейрам ағамыз, Амандық ағамыз, Жомарт ағаларымыз бастап, осы кісілер жұмыс тобында болу керек міндетті түрде. Бұл кісілерге ел тыңдайды, ел қарап отыр. Сондықтан міндетті түрде осы жұмыс тобында болу керек. Сіздерге өңірден түпкі нұсқаларын, материалдарын сіздерге алып беруші осы кісілер болады. Кейін көмектеседі сіздерге барлығына. Ол жұмыс тобының несіне түпкі нәтижесіне жетуге себепкер болатын кісілер осы кісілер. Онсыз жұмыс жүрмейді. Ал құр барып кеткеннен нәтиже жоқ. Сондықтан тағы бір мәселе, облыс әкімінің 6,5 жылда кеше өзінің айту бойынша бір инвестор тартылмағанына, Арқалық қаласына, мысалы Торғайға даже инвестор тартылмағанына өте нулевой оценка қоюға болады. Сондықтан сіздер әкімшіліктің баға беру кезінде осы мәселені ескерсеңіздер, 6,5 жылда Арқалыққа бір инвестор тартқан жоқ. Өте нашар көрсеткіш.
Сондықтан ол елге жанашымайтын адам ол ешқашанда не істемейді. Сондықтан біз енді қазір тағы да мына митинг деп отырық қой, Арқалық қаласында ұйымдастырамыз. Құдай қаласа 29 келісім алдық. Сонымен қатар Қостанайда Амангел Жангелде өтеді бұл мәселе. Бұл аяқсыз қалмайды. Жастар оянды қазір көп нәрсеге. Осы күнге дейін біз мынау үлкен ақын аталарымызға бой түзеп келгенбіз. Күте анау айта жалмалып қартайды ғой. Күтіп келдік енді осы күнге дейін. Өзгеріс болмағандықтан жастар оянды. Көп жастар қазір сенім артып, осы мәселенің түбіне жетуге болатын көз жетті. Өңірдің даму бағдарламасы қажет, ол міндетті түрде. Бірақ енді оның өздеріңіз білесіздер, егіні бар, астығы бар, мал шаруашылығы бар. Осы жерде оның қазба байлықтары туралы айту керек. Жалпы мына ширек ғасыр бойы біз өзге өңірге бөлінгеннен кейін біздің жерімізде қазба байлықтарын зерттеу жүргізілген жоқ, тоқтап тұр. Дегенмен кешегі күні біз алған деректерге қарап отырсақ, бүкіл Қазақстанда қорғасында бар, алтында бар, басқасы да бар. Бірақ оларды бір орталықтандырып жүргізу үшін сол жерге жаңа Батыр ағам айтып отыр ғой, Охотзоопром сияқты, сол сияқты Севказ Недраның бір бөлімшесін ашу керек. Филиалын Арқалыққа. Ол міндетті түрде. Өйткені болашақта жаңағы кендерді игеретін болсақ, ол міндетті түрде қажет. Торғай облысының ашылу қажеттілігі туралы айтатын болсақ, сіздің жаңа айтып отырсыз ғой, бір 3-4 жылда деген сияқты. Менің ойымша бізге керісінше жеделдету керек. Мемлекет басшысы шешім қабылдағанда, мен енді өзім білесіздер, Жезқазғанда да істедім. 10-шы жылда, 10-11 жылдары. Сол кезде әңгіме туындаған, мыс бітеді, көп созылмайды, 15, 20, 30, бәрі мыс бітеді. Ана екі қала, сол мыстың қазағымыз, сол жаңағында, соның төңірегінде ғана былай негізгі өте тәуелді. Ол қауіп әлі де бар. Екі қаланың бір кәсіпке тәуелді болуы, әлі қауіп әлі бар. Мыстың бағасы өзгерсе, егер мыс бітіп атса, қазақымыз көшіп атса, халық не болады жұрт ертең? Сонда қорыққанда өмірі Арқалықпен қорқытатын тұғын. Мен Арқалықтың тағдыры ертең болады. Халықтың облыс жабылды, тұбыру енді азайды, ертең қала бос қалды ғой, естеріңізде мына басқада қалалар болды. Жаңатас, Қаратау, біраз сондай қалалар болды ғой. Содан ол жақта сондай үрей бар. Ол жақта да жол жоқ, егерде өздеріңіз білесіздер. Енді жасап жатыр. Жезқазған мен Қызылордадан енді қосайын деп жатыр. Бұрын жай грейдер болды да. Мен ойлаймын, осы ертең халық көшті тоқтату бір жағынан. Екінші жағынан әлі де көшіп отыр. Осы жаңа дұрыс айтасың, билікті сол жерге жіберіп, жаңа жұмыс орындарын шығару керек. Анау қазағымыздың тәуелділігінен шығу керек. Өйткені жол міне бірінші кезекте ертең Қызылордадан келеді, екінші мынау Арқалыққа дейін жол болса, сосын солтүстікке, Ресейге. Ол уже логистикалық жағынан батысқа да, оңтүстікке де, шығысқа да жол. Сөйтіп сол жерге жаңағы өзіңіз айтқандай өндіріс асын жол жоқ. Өйде бар Жезқазған төңірегінде, ол тауда бар ғой байлық. Сондықтан мен негізгі себебінің бірі осы Ұлытау облысының ашылуы, осы екі қаланың тұрғындарын сол қазағымыздың басқа өндірістерді ашу, тәуелдігінен шығару деген ғой. Ол қазір бір жылда шешілмейді, 10-15 жыл енді керек уақыт. Сондықтан жаңа Торғай облысының керегі жоқ, шынында да жол ең басы, газ, өндіріс ашылса деген мәселе соны туындайды. Ол шынымен де қазір Торғай мәселесін шешсе, ол жаққа акиматты апарса да ол шеше алмайды. Қазір үкімет қана шешеді оны. Үкімет тікелей облыстық Қостанайда шеше алмайды жаңа. Қостанай облысының әкімін айтып атқан, жоқ деп атқан сол шығар. Бұны дұрыс айтасыздар. Үкімет қана шеше алады. Оны резервте жаңа жол мәселесі, газ, өндіріс орны. Мен жай түсіндіріп кетейін деген, Ұлытау облысы неге ашылды да Торғай неге ашылмады дегенге дейінді. Семей енді бұрыннан бері ол облыс жабылса да, ол саны бүйтіп қатты азайған жоқ, 350 мыңнан көп. Ол бұрыннан бері 90 жолдың торабында саудасы, кәсібі бар, енді қала ғой, бұрын Алаштың астанасы болған үлкен. Арқалық пен Жезқазған ғой екеуі тупикте тұрған. Сондықтан біз енді шамамыз келгенше көтерейік, бірақ бірінші міне құжат, мен жаңа айтып отыр, мәжіліс қолдап отыр. Міне мәжілістің басшысының атынан да айта аламыз, міне Ерлан Жақанұлы, осы кешенді жоспар, ол кісі өзі де айтты, толық қолдаймыз деп. Үкіметте біз қазір Тоғжанов Ералы Лұқпанұлы сол кісімен сөйлестік. Сол кісі келген сол жиынға. Ол айтты, мен өзім барам деді Арқалыққа.
Мен өзім арқалық, мен айттым сол жердегі мынау ДК гардиягымыз, мектеп қажет, әлеуметтік мәселелер, енді Ахмет Байтұрсыновтың 150 жылдығы бар, көптеген мәселе, ол айтты өзім барам деп, уәдесін берді. Мен өзіме міндеттен алған, бірінші қазір міне мәжілістің сол жақта отырысын өткіземіз. Арқалықта мәжілістің экономика аймақтық саясат комитетінің отырысы болады. 5-6 депутат барады. Сонымен қоса бізде міне Абекеңде бар, тағы да бізде 10 шақты депутат Ақкөлге барамыз деп отырмыз. Оның ішінде жаңа Қазыбек Иса, Ерлан Сайыров, Айдос Сарым, Мақпал Мұса деген біздің әріптестеріміз, ақын Жанарбек Әшімжан, көбінесе ақындар, біздің бәріміз Мыржақтың басына барамыз, және Ахмет Байтұрсынов туған ауылына, кіндік қанған тамған жеріне, үйіне барамыз деп уәдесін беріп, қашан дегенде біз ойлағымыз осы апрельде барайық деп. Жол жоқ, жаңа облыстан шықты, майда барайықшы деп өтініш берді. Ерлан жаңа қалмақ, облыс әкім орынбасары Бақыт Амангелдіқызымен де сөйлестік. Сөйтіп біз майға дайындалып отырмыз. Кем деген 10 шақты депутат. Ана бөлек жаңағы Альберт Павлович Раумен жиналыс, ол экономикалық арқалықтың негізгі мәселесін қарастырады. Сонымен Торғайды да қарастырады. Ол бөлек. Оған келіңіздер. Сонымен қоса жаңағы бұл осы алғашқы Еркебұланның жиналыстан басталды ғой, Әлихан Бөкейхан. Содан басталып біз сенаторлар бар. Алтынбек Нұхұлы, тағы да барамыз деп отырмыз. Сондықтан бұл да үлкен бір, олар міндетті түрде арқалықты көреді. Бәрі осы мәселелерді ертең үкіметтен талап еткенде олар міндетті түрде қолдайды жаңағы. Ол бір топ, міне үлкен бір топ өзі, 15, кем дегенде 20 депутат жаңағындай осы өңірді дамуына мен сені үміттенем, олар бәрі қол қойып хат жіберуден бөлек осы мәселені бақылауда ұстаймыз. Сіздермен тікелей байланысты. Бірінші сіздермен біздердің кездесуіміз кешегі Қостанай облысы әкімінің содан естіген хат болып тұр ғой, негізгі. Ол хатты жаңа өзіңіз Беке, жаңағы аудан әкімінен сөйлеген сөзінен есін түсініп отырмыз. Таяз ойлап, асығыспен жіберілген бір ойсыз хат сияқты. Сондықтан ол хаттың несі ар жағы, болашағы жоқ екен, өзіңіз де жаңа айтып жатсыз. Сол хаттың реті келсе, көзін жойып, сізбен біздің осыған шейін аталарымызбен қалыптасқан Ұлытау мен Торғайдың достығы сыза түспесін. Үлкендер де, кішілер де, болашақ ұрпаққа да осы хат теріс әсерін тигізбес үшін сізбен біз осы хаттың болашағына болдырмауға амал жасайық. Сіздің жаңағы байқамай жіберіп қойыппын, көп хаттың ортасына кетіп қалды деген солығыңызға сендікті. Сіздің тәжірибеңізге соған сеніп, сол хаттың қайтып алуына, ол хаттың қайтып әрмен қарай жалғасы болмауына өзіңізге сенеміз. Ұлытаудың азаматтары жақсы танисыз. Біз енді ол жақтан келіп сөгіс беріп әйтпесе әңгіме дүкен құрып олар жөндеп кетуге ондан аулақпыз, бірақ дегенмен де дос ел досылы болып қалғаны дұрыс деп ойлаймын. Ол қалт жөнінен. Енді Торғайдың болашағы жөнінен Торғайдың жаңағы жігіттер облыс әкіміне конкретті сұрақтармен, негізгі тиісті сұрақтармен қойғаннан кейін мына көңілімізді сайрап тұр ғой. Жолдың жоқтығы, газдың тартылмайтындығы, қысқаша нұсқа ол кісі әрмен қарай әңгімені тарқатпай болмайды деген әңгімемен түйіп тастағаннан кейін өздеріңізге айтып отқан әңгіме. Жаңа жігіттердің айтып отқаны бәрі сол төңіректе. Енді Торғайдың болашағы туралы бүгінгі көзіміз жетіп отыр, қалай екенін біз білеміз, неге олай болғанын да айтып жүрміз. Енді болашағы туралы айтайық. Жаңа сіздің ойға бір жақсы несі, жаңа депутаттар, топ депутаттар арқалыққа барып, вице-премьердің барам дегені сол. Бірақ оның бәрі осыған дейін де барып жүргенде әрмен қарай болашақ болмай қалып жатады. Көбісі бір радикал ішке барып кетеді, өздерінің ыңғайлы ақсақалдар бар сол жерде, мұғалімдер бар, дәрігерлер жинап алады да, жаңағы солмен бітеді әңгіменің бәрі. Бірақ сол осы барыс, енді келесі барыс қашан? Енді осы барыста біраз шаруа енді негізінде дұрыс ойланып, толғанып, шешім қабылдану керек. Сол шешімнің орындалу керек қой ең бастысы. Айтып жүрген нәрсенің бәрін сіз білесіз. Арқалықты жаңа сіз айтқанда арқалықты аз да болса басқардыңыз, елдің ықыласына бөлендіңіз, сіз жақсы білесіз арқалықтың проблемаларын. Бірақ Торғай деген өңір ол. Арқалықпен шектелмейді. Ар жағында 2 аудан бар. Ол 2 ауданда қаншама халық тұрады. Олар сол жақтан өлсе де көшпейтін адамдар бар.
ертең облыс болар болмас, бірақ сол жерде тіршілік жалғаса береді. Сондықтан біз Торғай өңірі деп қарауымыз керек. Альберт Павлович Арау жақсы адам шығар, бірақ дегенмен де біз сол жақтан туған адамдармыз. Біз сол жақта тұрып жатқан адамдар бар. Альберт Павловичтан терең түсінетін адамдар бар. Мүмкін қолдарында құжат жоқ шығар, зерттелген документтер жоқ шығар, бірақ дегенмен де елге жанашыр азаматтар бар ғой. Сондықтан жаңағы топтың ішіне біздің өңірден өкінішке орай біздің депутатымыз болмай тұр. Үкіметте тиісті орындарда керек азаматтарымыз жоқ болып тұр, жанашырлар аз болып тұр. Сондықтан өздеріңізге бас айтатынымыз, жаңағындай барған кезде жанашырлар болу керек. Айқайлап кімнен асып түсем деген ой емес, дұрыс шешімге келгеніміз жөн ғой. Сондықтан жаңағы азаматтар көбісін білеміз, Торғайға қатысы жоқ азаматтар, шын айтқан кезде. Барып көп депутаттар, енді біздің, менің өзім, сіздер енді жаңа буынсыздар, көп депутаттар қарсы алатын білет, кез келген жаққа смело барады, өйткені қарсы алады, шығарып салады, толын кигіздер не қылмас, бірақ дегенмен де сондай жалаң барыста көп жерде. Сондықтан Торғайға барған кезде, Торғай қиналып жатқан кезде, бүгінгі барлық өңірлерде тіршілікте әр жерде ақсап жатқан дүние болады, бірақ Торғай тұтасымен ақсап жатыр, тұтасымен қиналып жатыр деген кезде, бұл жерде енді комментарий керек жоқ деп ойлаймын. Сондықтан инвестиция жөнінен, жаңағы пайдалы қазбалар бар жөнінен, кейбір құжаттар бар, біздің қолымызда ол жоқ болып тұр. Шын айту керек. Біз біреудің айтуымен айтып жатырмыз. Сондықтан жаңағы филиалдары барса арқалыққа, әйтпесе бір жанашырлық жасалып, сол тиісті орындардан бір іс-қимыл болса деген үмітті, осының бәрін біз әрмен қарай дамытсақ, кешенді түрде бір программа жасасақ, Торғай облысы жол болса, әйтпесе пайдалы қазба ашылса, өзі болар деген ол да үміт меніңше дұрыс емес деп өзім ойлаймын. Торғай облысы қатар жүру керек. Жаңа митингі жасап, қаншама елді толқыттық, Торғай облысы ашылсын деп. Ахметті алдымызға салып, Торғай облысы ашылсын деп артымызға жазып алып, ана жігіттер киіп отыр футболкасын. Сол үміт, сол біздің үкіметке, президентке қойған талабымыз, ол талап халықтың. Президентті бәріміз дауыс беріп сайладық қой енді. Үкіметіміз біздің үкімет. Сондықтан сол Торғайдың ашылуын біз қалаймыз. Торғайдың ашылуы мен ол инвестиция жолдың салуы бөлек болмау керек, бірге болу керек. Торғайға жанашыр басшы барса, ол жаңа Қостанай облысының әкімі жақсы жігіт шығар, бірақ біз ісін айтып отырмыз. Ісі дұрыс еместігін айтып отырмыз. Торғайға барған жоқ, барса жұмыс істелген жоқ, бүгінгі нәтижесі жоқ ол барыстың деген әңгімені айтып отырмыз да. Сондықтан Торғайға көңіл бөлу үшін Торғай жанашыр азаматтар, іскер азаматтар бару керек. Өз ұлдары өзі осы центральный органда сол өңірдің қиындығын айтпаса, жеткізбесе, ол шешуіне қатыспаса, мен ойлаймын, жартылай шешім болады. Болашақта тағы да біз осы ақсап қалатын жағдайға жетеміз. Сондықтан мынау өздеріңізге Берік Әбдіғалиұлы, Аманжол Дүйсенбайұлы, сіздер елдің адамдарсыздар. Біз бір ұрпақпыз, бір поколениеміз деп айтқан кезде, біріміз жақсы түсінеміз. Бүгінгі бәрін айтып тастамаған ойларымыз ішімізде. Бұдан кейін де сыртқа шығып, ертең де әңгімелесіп жатармыз. Жалпы менің өзімнің өтінішім, сіздерге как депутат ретінде, Торғай десе елең ететін азаматтар бүгінгі күні көп емес аз деп ойлаймын. Сол мінекей Аманжол дос ретінде, менімен бірге талай рет Торғайға барған азамат ретінде, қазақтың тарихын бір адамдай білетін ретінде Торғайдың бүгінгі жағдайын Аманжол біледі. Аманжол Әбдіғалиұлы, сіз Торғайдың азғантай уақыт болса өмірін көрдіңіз, тіршілігін көрдіңіз. Жаңа Ақаңның басынан бастап Міржақыпты басқа ол қорымды айтып отырмыз. Ол қорым әрине бүгінгі біздің ұлыларымызға қорымның оған жолдың болуы ол қажет. Ол аруақтар. Ол кісілер біздің қазақ үшін жанын берген адамдар ғой. Сондықтан оларға жағдай жасау керек. Но тірілерді ұмытпауымыз керек еще. Бүгінгі тірілер бар ғой. Болашақ ұрпақ бар. Облыс не үшін керек деген кезде мен айтарым. Да, аппарат керек, анау үкіметтік олсыз болмайтыны рас. Бірақ мемлекет болса, жастар барады. Олыс болса, жастардан ғана бала туады. Сол балалар көбейеді. Балалардан бала халықтың саны солай ғана көбейеді. Ал облыс болмай, құр анау алтын алатын жерге барып шамалы жұмыс істейді. Әйтпесе тағы да бір өндірістер ашылады, онымен шектеліп қалуға болмайды деп ойлаймын. Сондықтан біздің елдің талабы Торғай облысы ашылсын деген, сол бүгін бар, ертеңде болу керек, ашылғанша осы талап жүреді деп ойлаймын мен. Менің осы көзқарасымды қолдайтындар көпшілік. Сондықтан Торғай өңірі дамысын, инвестиция құйылсын, жаңағындай шараларды жасайық, бағдарлама жасайық деген ол міндетті түрде бүгін болатын, кеш қалып жатырмыз. Дегенмен де соны жасайық. Бірақ Торғай облысы ашылу үшін елбасы бүгінгі президентімізге Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа жеткізетіндей азаматтармен тілдесейік.
дайындалайық, кешенді түрде Торғай өңірі үшін керек бір өндірістер ашайық. Тек қана жердің астына тіреліп қалмайық. Жердің астындағы табылып жатса құба-құп, жердің бетіндегі мен, жердің бүгінгі сонда тұрып жатқан адамдарды мен, таланттары мен бір өңірге өзіне сай бір бағдарлама ашуға болады деп өзім ойлаймын. Сондықтан тек қана жоққа тупикке тіре бермейік. Торғайдың болашағы Алла қаласа болады, жарқын болады. Соған сенейік, сол үшін қызмет етейік. Енді білесіздер, Ахметтің 150 жылдығы ЮНЕСКО көлемінде тойланып отыр. Қазақстанның жаңағы мемлекеттік хатшы Көшербаев болған кезінде іс-шаралар жасады. 64 пункттан тұратын ба? Иә, іс-шаралар. Онда біраз шаралар қамтылған. Ақкөлге дейін баратын жол, жаңағы Ахметтің жаңағы үйін, туған үйінің орнын, жаңағы Ахметтің жаңағы әкесі Ахметтің бөлесті сүйегі жоқ, ол атылып кеткен, сүйегі қайда екенін білмейді. Әкесінің сүйегі бар Байтұрсынның. Бірақ осы әлеуметтік желіде Рашида Мұрсалиева апамыз салып жүр ғой, жаңағы бүгінгі күні Ахметтің жаңағы ертең барғанда көресіздер, Байтұрсынның басын көрсеңіздер өте аянышты. Мына Батыр-екеуміз экспедициямен барғанда осы жігіттер не істеді, Бақытжан Бұқарбай деген Инстаграмға дейін салды. Ана орада адам көргісіз, енді құлап қалған там, көрген шығар, мынандай ғана көктас, өзі көрінбейді. Шошақпенен нені жасалған. Анау еді ұят. Өткенде ана бір ақсақал айтты, бізге жолда салмасаң да несеңдер, мына Ахметтің үйімен басын дұрыстаңдар шыны орада, ең құрғанда. Енді Қасыбек Иса кешегі ауызашарға келді, бізге сенім артқан. Архимед айтты, міне 110 шақырымның жаңағы 33 шақырымына ақша таптым деді, қалғанына менде ақшам жоқ, мен республикадан сұраңдар деді. Бюджеттен Ахмет үшін бір 5 миллиард ақша табылмай қапты. Не масқара? Не масқара? Не үкіметпіз біз? Не ғымыз мысалы? Жаңағы кімнің басын жөндеуге әкесінің басын, біз Ахметтің басын есейдіған жоқпыз. Ауылдың адамдары Ахметке жоқ сүйегі барға 10 миллион ауылдың пенсионерлері күнін көре алмай жатқан Ақкөлдің адамдары 10 миллион ақша жинап Ақтаудан тас әкеліп үлкен күмбез салайын деп жатыр. Ал үкіметте Байтұрсынның басына жаңа іс-шараға кірген, істелінеді деген, соған ақша жоқ деп отыр. Үкімет. Қазір айтып алайын беке. Айтып алайын. Соған ақша жоқ деп отыр. Ақша жоқ дейді. Үкімет, сонда Қазақстанның үкіметі ауылдағы күні жоқ, ана алыста тұрған пенсионердің 10 миллион жинағанда, соған үкімет бір 10 миллион тауып бере алмай отыр ма? Масқара ғой мынау. Мынау масқара ғой. Ал мынау Астана сол неге кірген? Өткенде Амангелді Кеңшілікұлы кімге министр кім еді? Абаевқа кірді. Мероприятияда бар тұғын. Жаңағы Ахмет Байтұрсыновқа Астана қаласынан үлкен ескерткіш қою деп. Анау қаламгерлер емес, ол жеке Ахмет Байтұрсынов проспектісіне Ахметке ұлт ұстазына ескерткіш қою деген. Оған да ақша жоқ деп тоқтатып тастапты. Сонда біз кімді құрметтейміз? Кімді не қылдырамыз? Жаңағы Ұлытауды анандай қыл деп отырмыз. Кімді жаңағы Ахметті ақша таба алмай отырмыз. Миллиардтап кетті ғой ақшаның бәрі шетелге. Кімге не қыламыз? Кімге не істетеміз? Беке, сонда қалай болады? Қалай болады? Бұның бәрі біз не үшін істейміз? Сонда біздің жаңағы оқып отқан әліппеміз, біз ұлт жанашыр, қазақ тілін көтереміз дейміз. Қалай не қылдырамыз соны? Сол ұят қой. Кеше Қазбек Иса айтады, жоқ ақша болмай қалды, документ қата жоқ. Документ жоқ қой, проектный сметный документация. Мына ары қарай, мына жаңа жолдың ары қарай түбіне жетуін. Олар қазір Ақкөлге жету үшін қалған Қостанай облысы дайындап, бізге мынанша ақша керек деп документ берсе, оны біз ана жерден шырылдап бәріміз, жаңа өзіңіз айтқанда сөйтіп сұрауға болатын еді. Айттық қой, документ бар ма? Жоқ документ әлі. Біз енді жасап жатырмыз дейді. Енді жасап, оны экспертиза, енді шығады. Бюджет уже биылға не істеп кетті. Ол ендігі жылға қарастырсақ, сондықтан бұл жерде енді жауапкершілік енді сол облыс жақтан да жігіттерден сұрау керек. Облыс әкімі бүгінгі күні ол ешқандай есепқан жоқ, ол ешқандай жоқ, болмайды, жоқ. Ол облыс әкімі 6,5 жыл болғанда журналистердің тепкілеуімен Ақбет ауылына алғаш рет барды. Міржақтың ауылына әлі бармаған. Одан не сұрайсыз содан кейін? Не сұрайсыз? Соның кесірінен сұрап отырып қой. Ол 6,5 жыл әкім болғанда Ахметтің ауылына журналистердің тепкілеуімен қыстың күні ғана барды, әреңдеп. Оның өзінде журналистердің тепкілеуімен. Ал Міржақтың басына бармаған. Не сұрайсыз соны? Одан кейін ол жол сала ма, жолды істей ме? Көңіл қарағанандай біз атқа міндік, былайша айтқан кезде. Торғайға байланысты Ұлытау облысына қосылады деген, оның бәрі негізсіз, оны ешкім уайымдамасын. Енді Ұлытаудағы
азаматтар ақылдасып өздері ұсыныс берген. Енді оны да түсінуге болатын шығар, олар осы Торғай елімен бірге болайық деп, экономиканы дамытайық деген ниетпен жаздық деп жаңа аудан әкімі айтты. Ол ешқайда қарастырылып жатқан жоқ, ондай жоспарда жоқ үкіметте де, билікте де. Сондықтан оны ешкім уайымдамасын. Халық бұрынғыдай өзі ажыл-ғажыл болып отыра берсін, жаңағы барқасын жеп, қымызын ішіп, бір-бірімен қатынасып, осындай. Сондықтан Ұлытау мен Торғай қашанда бір, соны дұрыс түсіндіріңіздер, жаңағы елге бәрін айтыңыздар, жазыңыздар. Ертең мінекей Қазақстан бір телеарнасының Таңшолпанның журналисі Бауыржан Бөгенбай қатысып отыр мына орында. Солар енді жазады, батыр бастап. Сондықтан жаңағы ел күтіп отқаннан кейін, сондай еліміздің бәрі несі ғой, жаңағы енді Бекең мен Аужекеңге сенеміз біз.